Бүгін 11-ші күн. Қарашы күні қандай болып тұр, кешкі закат жақындап келе жатыр. Бүгінгі 11-ші күнде мен мынандай инсайтпен бөліскім келіп тұр. Одан бөлек менің видеом қарап жүрген адамдарға, лайк басатқан адамдарға, комментарий жазған адамдарға алғысым шексіз. Маған мотивация бересіңдер да. Менімен бірге болғандарына, менің айтқан ойларым, инсайттарым сендерге пайдалы болып жатқандарына өте ризамын. Тіркелмесеңдер каналға тіркеліп кетіңдер. Потому что алда видеоны өзгертеміз, форматын өзгертеміз. Будем стараться. Ал бүгінгі айтатын ой, допустим, айтамыз ғой, біз миллион теңге таптық, мына табайық. В общем, қалған нәрселеріміз ала алатындай да. Біз әрекет жасағаннан кейін бізге несие береді. И сен сол үшін енді Құдайға рахмет айту керексің ғой. Оны қалай айтса болады деген идеямен маған ағам айтты, и маған қатты инсайт болды. Если саған Құдай бір нәрсе несібеңді берсе, допустим, сен дүкенге кіріп, егер сен сникерс ала алсаң, біреудің сникерске ақшасы жоқ. Но сенде бар ғой. Значит, саған беріп тұр ғой сникерс. Да? И ол просто сникерс деп былай, сол несібенің бір түрінде қалай рахмет айтуға болады? Қасыңдағы адамға бөліп бересің. Сен когда бөлсесің ғой, бөлісіп берген кезде сен сникерсті саған берген үшін сен Құдайға рахмет айтасың. Егер сен бермесең, сен сол сұран басталады ғой жайлап. Егер сен бермеген сайын, сен мына жеп жатқан, сен несібең уға айналып бастайды. Ал ол ішке кірсе, сен уландырады. Сол үшін всегда старайтесь бөлісуге. Неге миллиардерлар, Билл Гейтстар, олар даже білмесе, олар ислам етпесе де, исламды қабылданмаса да, олар білмесе де, олар біледі, что бөлісу олардың состояниесін көтереді да, оның ақшасын тазартады. Яғни ол ақшаны тазарту, несібені тазарту, фильтраны бір өткізіп алу ғой. Просто краннан ағып тұрған су емес, оны фильтраны өткізіп жатыр да. И сен ақшаны тазалау үшін, берген несібені тазалау үшін, уылмау үшін сен адамдармен бөлісу керексің. Сол үшін адамдар, миллиардерлар благотворительностьпен айналысады, потому что олар өзінің еңбегін, Құдайға рахмет айтқан сияқты саналады ғой. Олар үшін біледі да, өмірдің заңы сондай екен. Олар бостан-бос бермейді ғой, 5 миллиард долларларында сол нәрсеге. Олар біледі да, что оны берген сайын оның несі көтеріле береді. И адам содан кайф алады. Түсінбейді, ол не үшін беріп жатқаны, бересі келіп тұрады. И вот сол нәрсе. Сол үшін старайтесь бөлісуге, көтенге тыға бермеуге. Сол кезде бұл сендердің Құдайға, Аллаға айтқан рахметтерің болады. Давайте.